Good day, my dear friends. Сәлем менің достарым. How are you? Қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да Әсем Солтан. Тақырыбымыз the infinitive. Infinitive етістіктің белгісіз формасы. Ешқандай уақыт, шақ, жүктікті білдірмейді. To етістікке қосылу арқылы жасалады. Қазақ тілінде тұйық етістікке келеді. The forms of the infinitive. Инфинитивтің формалары. Қарапайым, simple'да active voice to етістікке қосылады. To write, for example, мысалы. Ал пассивта to be етістікке үшінші жақ, to be written. Continuous'те нақосы шақта to be writing. Perfect'те to have verb 3, to have written. Perfect continuous'те to have been етістікке ing қосылады. Қалған формаларын кейінгі видеоларымнан міндетті түрде көресіздер. Ендеше инфинитив туралы тағы да ақпараттық бөлді қарайық. The functions of the infinitive in the sentences. Функциясы инфинитивтің бастауыш қызметін атқарады. Егерде to read is a great pleasure. Кітап оқу керемет рахат. Етістікке to-ді қосып бастауыш қызметін атқартып жібердік. Баяндауыш қызметіне his aim was to deceive Mark. Оның мақсаты Маркты алдау болды. The to infinitive is used. Инфинитивті қай кезде қолданамыз? Мақсаты түрде. Және де біз мысалы мақсатқа айту үшін, не үшін етістікті қолданып жатқанымыз? Ол сыртқа сүт үшін шықты. She went out to buy some milk. After certain advice, verbs, advice, agree, appear, decide деген етістіктерден кейін қолданады. After certain adjectives, мынандай сын есімдерден кейін қолданады. Angry, happy, glad. She was glad to see him. Ол оны көргеніне қуанды. After certain question words, where, how, what, who, which. Сұраулы сөздерден кейін. Infinitive without to is used. Infinitive to қосылмайтын кездер. After modal verbs, модальды етістіктерден кейін алдыңғы видеоларда қарасаңыздар болады. Can, could, must, may, might, should. After had, better, would, rather деген сөздерден кейін. Және де after make, let, see, hear, feel, watch, notice дегенден кейін кейде біз to-ді қолданбаймыз. Mom lets me watch TV. Мамам телевизор көруге рұқсат берді. I made him apologize. Мен оның кешірім сұрағанын қаладым, жасадым деген сияқты. See you soon. Келесі кездескенше. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.